Сәлем, бүгін сендерге «Хорошая манера» атты фильмнің қысқаша сюжетін айтып беремін. Қара нәсілді әйел Клара күзетілетін көпқабатты ғимаратта тұратын бай әйел Донна Аннаға келеді. Ол өзіне қоңырау шалған әйелмен кездесіп, ал ол қазір басқа бала күтушімен сұхбаттасып жатқанын айтып, кешірім сұрайды. Ол Клараны үлкен қонақ бөлмеге шақырып күтуін сұрайды. Анна жүкті, сондықтан бала күтушіні алдын ала таңдағысы келеді. Сұхбат алып отырған бала күтуші жұмыс тәжірибесі бар сенімді маманға ұқсайды. Кетіп бара жатып ол Клараға сәттілік тілейді. Клара сұхбаттасады, бірақ оның мақтана алатын ештеңесі жоқ. Бала күтуші тәжірибесі жоқ, медициналық білімі аяқталған жоқ, туыстары жоқ. Ұсыныс ретінде ол үй иесінің телефонын береді. Анна одан бас тартқысы келеді, бірақ содан кейін ол іші ауыра бастайды. Клара оған көмектеседі, ал Анна өз ойын өзгертеді. Клара сәнді үйде тұруды және Аннаның жүктілігі кезінде үй шаруашылығына көмектесуі керек. Босанғаннан кейін ғана баламен айналысады. Үйде Клара белгісіз себептермен оның назарын аударатын музыкалық қорапты байқайды. Анна бұл отбасылық мұра екенін айтады. Клара Аннаның үйіне көшіп жинай бастайды. Ол револьвер табады. Тоңазытқышта тек ет бар, содан Клара ет сорпасын жасайды. Риза емес Анна оған бірдеңе сатып алу үшін өзінің картасын береді. Анна мектепте үйретілген этикет туралы әңгіме айтады. Ұйықтар алдында Клара біртүрлі дыбыс естіді. Клара барлық жерде Аннамен бірге жүреді. Өз үйде бәрі жақсы екенін, ұл туатынын біледі. Содан кейін Анна дүкенге барып, биік өкшелі туфли сатып алуға тырысады. Жүкті әйел үшін жақсы шешім емес. Ол сондай-ақ досын көреді және онымен сөйлесуге тырысады, бірақ ол онымен сөйлескісі келмейді. Несие картасы қабылданбайды. Содан Анна туфли сатып алу үшін басқа карта пайдаланады. Кешке Анна мас болып билейді. Клара ішуге болмайды деп, ал Анна кішкене ішуге болады дейді. Бірақ бұл үшінші бутылка еді. Клара үй иесінің қоңырау шалғанын, себебі Анна пәтер ақысын төлемегенін және домофонға біреу қоңырау шалғанын айтады. Ол өзінің туған күні екенін және 29-ға толғанын айтады. Анна отбасымен барлық байланысын үзгенін айтады. Ол күйеуге шығу керек еді, бірақ аяғы ауыр болып қалды. Ал Аннаның әкесі қажетсіз баладан құтылу үшін оны осы қалаға жіберді. Алайда Анна жүктілікті сақтап қалды. Мәселе, бала күйеу жігіттен емес. Баланың әкесі Аннаны тастап кеткен. Анна қайтып оралмауды шешкенін айтады. Уақыт өтеді. Клара Аннаға барлық жағынан көмектеседі. Бір күні кешке Клара барға демалуға барады. Онда бейтаныс әйел Кларамен танысады. Алайда Клара оны танитынын айтады. Бұл Джилда, бір галерея менеджері. Ол бейджігін шешпеген. Джилда телефон нөмірін қалдырады. Бұл бардың лесбияндарға арналғанын, ал Клара лесбиянка екенін білдіреді. Сол түні Клара тағы біртүрлі дыбыстарды естіді. Бірақ бұл Анна тоңазытқышта тамақ іздеп жатыр. Клара оны төсекке жатқызғысы келеді, бірақ Анна біртүрлі әрекет жасап, Клараны иіскеп оған тиіседі. Клараның көзін ашпай жауап сүйеді, бірақ кейін тілін тістеп алады. Анна көзін ашып, азап шеккен Клараны көріп, кетіп қалады. Душта Клара иығында царапинаны көреді. Таңертең Анна кеше не болғаны есінде жоқ, бірақ ол біртүрлі түс көргенін айтады. Клара Аннаның лунатик екенін түсініп, оны бақылау күнделігіне жазып алады. Сол түні ол Аннаны азғырып жыныстық қатынасқа түседі. Содан Анна ұйықтайды, бірақ кенеттен оянып сыртқа шығады. Клара қыздың қаланы аралап жүргенін бақылайды. Анна мысықты алып, оны сипайды. Содан кейін оның мойнын сындырып жануарды жей бастайды. Клара қорқып тұрады. Келесі күні Анна қалыпты өмір сүреді. Клара біраз ойланып, қолын кесіп, Аннаның тамағына қан қосады. Содан кейін Анна тамақты жеп, оны қатты мақтайды. Клара Анна өзінің ұйықтап жүргені туралы егжей-тегжейсіз айтып береді. Мұны Анна уайымдаса да біледі. Бұл ай сайын 4 күн қатарынан болып тұрады. Оның айтуынша дәрігер мұндай түндерде қасында біреу болуы керек деп кеңес берген. Клара әжесінің айтуынша іштегі сәби толық айда мазасызданады.
Ол таңертең бір жерге бармағанын білу үшін Аннаның төсегін шеңбер ұнмен қоршайды. Таңертең Аннаның аяғы таза болады. Аннаның ақшаға қатысты проблемалары бар сияқты. Қолма-қол ақшаны алу үшін олар оның аяқ киімдерінің асыл тастарын алады. Клара Аннаның мылтықты не үшін ұстайтынын сұрайды, және ол өзі тұрған фермада жануарды атуды білетінін айтады. Бірде ол демалыста адасып бар тауып алып, сол жерден бір жігітті кездестіреді. Содан кейін олар көлікте жыныстық қатынасқа түсіп, қыз ұйықтап қалады. Оянғанда ол жігіт еш жерде жоқ екенін және жақын жерде қандай да бір қорқынышты жануардың кезіп жүргенін көреді. Қыз мылтық атқанда жануар қашып кетеді. Ер адамды таба алмайды. Жүктілік соңғы кезеңі. Дәрігер ет жеуге тыйым салады. Анна етсіз қатты қиналады. Ол ұйықтататын дәрі ішеді. Клара үйіне қайтып келіп, Аннаның азаптан айқайлағанын естиді. Клара дәрігерге қоңырау шалу үшін кетіп бара жатқанда нәресте қатты тепкілеп ішін жыртады. Клара звондай алмай қайттан оралғанда Аннаның денесін көреді. Сол кезде ол бірдеңені естіп револьверді алып, бала мен қасқыр араласқан біртүрлі жана туған тіршілік иесін байқайды. Кіндігі оралып, бала тұншығып қала жаздады. Клара кіндігін шешеді. Құбыжық демалады. Клара құбыжықты алып, үйден алып шығып, жағалауға қалдырады. Алайда сәби айқайлап, Клара оны алып кетеді. Ол онымен бірге үйге қайтады. Шкатулка мен мылтық сияқты құнды заттарды жинайды да құбыжықты емізуге тырысады. Бала тамақтанады. Бірақ содан Клараны тістеп алады да қанын іше бастайды. Клара оған мән бермеген сияқты. Уақыт өтеді. Клара кішкентай үйде тұрады. Шамамен 7 жасар Жоэлді тәрбиелеп отыр. Клара үй иесіне барып дәрігерлер жазып берген уколды салады. Пайда болған қыз Жоэлдің мектепте оның би серіктесі болуын сұрайды. Бірақ ол мүмкін емес, өйткені ол ауруын айығып жатыр. Бірақ әлі де әлсіз. Мектепте Жоэлдің досы бар, ал ол болса өзі көкөніс жейді. Досы оған ет ұсынады, бала бас тартады. Клара ұзақ уақыт бойы дәріханада жұмыс жасайды. Жоэлді туған күнімен құттықтайды. Қонақтарының бірі бұқтырылған ет әкеледі. Бірақ Клара баланың аллергиясы бар деп кенет итеріп тастайды. Клараның үйінде цепі бар, құпия бөлме бар. Ол түнде баланы қамап қояды. Бала үйреніп қалған, бәріне келіседі. Алайда ол биге баруды сұрайды. Клара би кезінде әлі толық болатынын және ол мүмкін емес екенін айтады. Бөлмеде айқайлар мен тарсылдаған дыбыстар естіледі. Ал Клара оларды музыкамен басады. Таңертең Клара өзінің бастапқы қасқыр кейпіндегі Жоэлдің тырнағын алады. Түнгі оқиғалар оның есінде жоқ. Үй иесі балаға пианино ойнауды үйретеді. Содан кейін етті қуыру арқылы өз тамағын әзірлейді. Жоэлді бұл иіс қызықтырғаны анық. Әйел оған ет жеуге болатынын айтады. Ол баланы жасырын тамақтандырады, ал бала етті керемет жақсы көреді, оны жеп қояды. Кешке ол фотода Аннаның суретін тауып алып, фотода кім екенін Клараны агрессивті түрде сұрайды. Бұл оның анасы екенін түсінеді. Бала жанжалдасып жасырын бөлмеге кіруден бас тартады. Клара оны сүйреп апарады, бірақ ол қолын тырнап алады. Клара үй иесіне барады, ол оған ет бергенін мойындайды. Клара тыныш өмірінің біткенін түсінеді. Таңертең Клара Анна туралы біраз әңгімелейді. Жоэл Джилданың визиткасын тауып алады. Мектептен кейін досымен бірге оның әкесі сонда болуы мүмкін деп сеніп, онда бейнеленген галереяны іздеуге барады. Түн жақындаған сайын Клара алаңдай бастайды. Балалар жергілікті охранамен кездесіп қалмауды болдырмауға тырысады. Сауда орталығында тығылады. Сауда орталығы жабылады. Оңаша қалған екі жігіт тегін сусындар ішіп көңіл көтереді. Ашық төбеден Жоэл толық айды көреді де дірілдей бастайды. Ол бірте-бірте қасқырға айнала отырып үйге баруды сұрайды. Оның досы бірдеңе дұрыс емес екенін түсінеді. Жануар кейпіндегі Жоэлді көргенде ол дірілдей бастайды. Жоэл досын өшіп тұрған лифтке кіргізіп үстіне секіреді. Үй иесі уайымдаған Клараға ән айтады. Көшеде біртүрлі шу естілді. Клара жүгіріп шығады. Жоэл қанға боялып үйде ұйықтап жатыр. Үй иесі де оны көріп шошып кетеді. Ол діни қызметкерлерді шақырғысы келеді.
Клара одан қоңырау шалмауын өтінеді. Бас тартқанда кемпірге Клара шабуыл жасайды. Клара чемоданын жинап қалаға қашуды дайындала бастайды. Жоэл мектепке барғысы келеді, кеше не істегені есінде жоқ. Ол кетуден бас тартады. Сосын жасырын бөлмеден фонарьларды алмақшы екенін айтып, Клара сонда тұрғанда оны сыртынан құлыптап тастайды. Мектепте ол қызға онымен бірге беге баратын айтады. Кешке оның жұмыста болмаған себебін білуге келген Клараның дәріханада серіктесі оны босатады. Клара мылтықты алып биге барады. Аспанды бұлт басып тұр. Әзірге бәрі жақсы. Бірақ кенеттен Жоэл қайтадан шабуыл жасай бастайды. Ол қызға қаш деп айтып трансформациясын бастайды. Қыз қорқып тұрады, ал Жоэл оның үстіне жануар кейпінде секіреді. Бірақ уақытында келген Клара тапаншамен қасқырды атады. Қыз адамдарға қарай қашады, ал Клара Жоэлді қабырғаға байлап үйіне сүйреп апарады. Бәрін түсінген жынданған адамдар оларға қарай ұмтылады. Клара Жоэлді сипап ән айтады. Ол өзін сабырлы ұстайды. Үй иесі есін жияды. Клара Жоэлді хайуан кейпінде босатады. Ол онымен достасып үлгереді. Екеуі де есіктің алдында тұрған тобырмен күресуге дайындалады. Осымен фильм бітеді. Ұнаса видеоны бағалап кетіңдер.